Францияда Құран кітабын өртеді. Тағы да өртеген белсенді Джейд Санберг акцияны 3 мамырда тағы қайталайтынын айтты. Айта кетейік, мұндай акцияларды ұйымдастыру 2023 жылы басталған. Сол жылы Швеция мен Дания билігі рұқсат етіп, белсенділер Стокгольм мен Копенгагенде Құранды өртеу акцияларын өткізе бастады. Бірақ мұндай акцияларды Біріккен ұлттар ұйымы адам құқықтары жөніндегі кеңесі айыптаған. Дегенмен Швеция полициясы Құранды өртеуге тағы да бірнеше мәрте рұқсат берді. Бұған наразы топ Швецияның Бағдадтағы елшілігіне шабуыл жасап, ғимаратын өртеп жіберген. Құран кітабын өртеуді мұсылман елдері айыптайды. Мысалы, Түркия мұны дінге жасалған шабуыл, дінді мазақтау деп бағалайды. Ал батыс елдер мұны сөз бостандығы деп есептейді. Айтпақшы, Ресейде де Құран өртеген. Ондай акцияны өткізген 15 жастағы Никита Журавельді 3,5 жыл бас бостандығынан айырған. Ал Қазақстан президенті Тоқаев қасиетті кітаптың бәрі вандализмнен құқықтық тұрғыда қорғалуы тиіс деп айтты. Сонымен сіздіңше Құранды өртеу сөз бостандығы ма, әлде дінді мазақтау ма?